İçinde muzu var eкен de су дұрыс шыға алмай жатыр. Жуатын болғанбыз ғой бұйырса. Анандай музы бар, шыға алмай жатыр. Міне, мынандай напормен жуатын болсаң, кірі астыға кетіп қалады, өзі әбден су болады. Сосын артық суы бәрібір де астыға кетіп қалады. Шөп сулықты аса қатты көп ұстап тұра алмайды ғой. Құрғаған кепкен шөп болғасын. Ол денесіне қатты сіміріп алу үшін көп уақыт керек. Сосын астынан су ақпау керек. Қазір мынау жай гене сулау, қанша шылқылдатып қойғаныңмен бір 5 минутта су сорғып астына кетіп қалады. Тек шөп ылғал болып тұрады да. Кірі кетеді. Кірі сумен бірге ағып кетеді. Ауырып жазылған бұқам шешіліп кетті. Мына жаққа кеп алыпты. Біледі екен қай жерде не бар екен. Қарасай мыналарға кеп алған. Екі, үш, бір, екі, үш, жаңа метод осыны жартығып, жартына су құйып, жуып барып жем шөпті жуайын деп отырмын бұйыртса. Оқа таза қиналмай жесін. Жеген жем бойына 90%, 95-100%-ге дейін сіңсін. Артынан көзге көрінетін, көрінбейтін энергиялар қашып кетпесін деп мынаған суық су құям, жылы су құймаймын, суық су. Öğretmen Allah. Keşke mınау мен езетін боламыз ғой. Бұйыртса Алла қаласа. Bismillah. Ұрғаш тайынша алып келе жатырмын. Мотоциклге басып ап. Тәп бұйыртса өлшейміз. Мұз жаңалықтарымыз. Мұнаның үш жағы да ашылады. Ашамызда басын шешемізде құлата саламыз. Бұйыртса 240 екен. 240 болса жол. Так, міне жаңалық шөпті де жуатын болдық қой. Таң атқанша тұрса, йондонады бір, екінші кірлері астына түседі, кір сулар. Мынаған су жетпей қалдық құдығымның. Аздан кейін қосып көбейтем. Рас кешегі жаңалық көрінбей қапты ғой. Терезені ашып тастаңыз бірақ полный. Ішінің ауа айналысына, барлығына жақсы. Қора қанша жұпыны болғанмен пол 7 сантиметр қалыңдықта. Алдындағы астау темір. Әркім өз-өзінікін жейді, аралары кең. Қалай жатам десе солай жатады. Күн түседі, ауа айналады. Бұларға одан артық не керек енді.